Так, саламатсыздарбы окуучулар. Атомдук физиканы жалгастырып жатырмыз. 4-нчү видео сабак. Так, 57-нчү сурактан баштайбыз. Сызыктык спектрлардын ичиндеги эң карапайымы бизде сутегі. Әрмен қарай спектрдің көрінетін аймағындағы Бальмер сериясының жиілігін сұрап тұр. Бізде спектрға келетін болсақ, спектрлардың өзінің түрлері бар. Яғни ол бізде n-ге қатысты деп айтамыз көбінесе. n1 болатын болса, бұл бізде Лайман болады, жаттап алу керек. Лайман. Так, одан соң барып бізде n2 деген дүние бар. n2 болатын болса, бұл бізде Бальмер болады. Так, Бальмер. Потом n3 деген дүние бар. n4 деген дүние бар. n3 ол бізде Пашен. И n4 деген сияқты кете береді, брекет деген сияқты. Міне. Енді соларға қарап келеміз де, n-ген мәніне қарай салады екенбіз екен. Сонда 58-дің нұсқасы қандай болады деген сұрақ қой. Енді жалпы бізде Бальмер сериясының жиілігі Ридбек тұрақтысы деп тұр. Бұл бізде кәдімгі Бальмердің формуласы. Оның формуласының өзінің ерекшеліктері бар. Мысалға, нью дегеніміз формула бойынша r', ол бізде кәдімгі 1 бөлінген жаңағыдай, мысалға, n минус 1 бөлінген n1 неқта n2 деп қойсақ та болады, разница жоқ, квадрат деп осыны жазсақ болады. Енді қарап тұрсақ, n1-дің орнына біз осы сериялардың мәндерін қоямыз. Мысалға, бізде бұл жерде Бальмер сұрағандықтан n1 бізде 2-ге тең болады ғой. Сол бірінші 2 болып тұрғанды іздейміз. Ол бізде мысалға сын нұсқасы. Көрдік қой, тура осы сияқты екіншіде де Бальмердікін сұраған, 2-ні іздейміз бұл жерде, демек сын нұсқасы болады. Өзі көрдіңіздер ме, формуланың ерекшеліктері бар. r' дегеніміз бұл бізде Ридбек тұрақтысы деген, мына да r дегеніміз Ридбек тұрақтысы деген. Разница в чем? Оқта кішкене ерекшелік бар. Мына жерде бізде мысалға r дегеніміз бұл r' дейді. r' дейді. С-ға бөл деген сөз. Түсінікті ғой? Сондықтан біз Ридбек тұрақтысының формуласы былай да жазылады. 1 бөлінген лямбда, ол бізде r деген сияқты 1 n1-дің квадраты минус 1 n2-ның квадраты деген сияқты. Сондықтан С нұсқасы болады, қатты қиын дүние жоқ, жаттап кете береді екенбіз. Демек, жаңағы жерде бір лайфқа қайтып кете салайын, мысалға. Пашен дейтін болса, яқтан 3 іздейміз. Брекет дейтін болса, 4 іздейміз. Лайман дейтін болса, 1 іздейміз нерден. Түсінікті ғой. Так, кеттік. Келесі, сутек атомының электроны 12,8 электровольт энергия ала отырып, негізгі күйден қозған күйге өтті дейді. Сутек атомы шығаратын ең үлкен толқын ұзындығы дейді. Жақсы. Қалай шығарамыз бұл есепті? Қатты қиын емес, энергиямыз бар. И толқын ұзындығын табу керек. Кәдімгі бордың екінші постулаты ғой. H. Так, нью ол тең энергияның өзгерісі, нәрде? Енді EM минус EN мақта бізде энергияны уже беріп қойған, міне. Так, енді форма HC бөлінген лямбда. Осы жерде мақта бізде дельта E деймізді. Осы жерден лямбда дегеніміз бұл бізде кәдімгі HC бөлінген дельта E дейміз. Орнына қоя саламыз. Бізде H дегеніміз 663, 10 минус 34 дәрежесі. 3-ке өтілген оның 8 дәрежесі жарық жылдамдығы. И мына 12-де 8-ді қоя салады екенбіз. Енді электровольт дегеніміз не? Ол дегеніміз 1-де 6 көбейтіледі, и 10-ның минус 19 дәрежесі. Так, енді қалай шығады деген сұрақ. Кәдімгі калькулятормен есептей салайық. 663 көбейтілген 3 дейді, бөлінген 12-де 8, бөлінген 1-де 6. Так, приблизительно 0,97, яғни 1 шығып тұр. Так, дәрежелерін есептеп тастайық, минус 26. Так, 1 десек нан жуықтап. Яқта 19 үстіне көсе 27 болады, 10-ның минус 7 дәрежесі метр шығып тұр. Бұл дегеніміз кәдімгі бізде 100 нанометр деген сөз, А нұсқасы. Түсінікті ғой? Осы есептеп кете береді екенбіз. Так, енді келесі 4-ші орбитадан дейді, 2-шіге ауысқандағы сутек атомы шығаратын сәуленің толқын ұзындығы. Бұл не білдіреді? Так, 4-тен 2-ге ауысып тұрды. Бұл деген сөз H нью 4-тен 2-ге ауысып тұр деген сөз. Түсінікті ғой? Вот, осылай шығарылады. Енді так, бұл жерде бір нәрсені білу керек, кішкене нюанстар бар. Енді бұл жерде де сразу формасын жазып кете салайын. Мысалға, n-ші орбитадағы энергияны табу үшін біз бірінші энергиядағы орбитаны n квадратқа бөлеміз. n квадратқа бөлеміз, иә. Бұны да форма ретінде шығарып алуға болады. Тура бағанағы бордың постулаты бар. Одан соң бар бізде жаңағы күштер бар, солардың бәрін қорытып, той самай энергияның формасында шығаруға болады. Сол форманың қорытқысында бізде ол E1-дің n квадратқа қатынасы деп айтамыз. Міне,
Яғни E1-дің өзіне неге тең? Жаттап алу керек, оны 13,6 электровольтқа тең деп жауап береміз. Түсінікті ғой, иә? Бірақ бұлардың знактарының барлығы негізі минус. Біз есеп шығарған кезде плюспен шығара береміз, бірақ негізі олардың знактарының бәрі бізде минус. Сондықтан ғой біз E4-тен E2-ні азайтамыз да, бұл деген сөз неғұрлым энергетикалық деңгей көбейген сайын оның энергиясы азая береді деген сөз. Сол кезде біз кішкентайынан үлкен азайтқан кезде минус пен минус плюс болып шығады деген сөз ғой. Сол үшін формула осылайынан жазылған. Мыналардың бәрі негізі минустан, иә. Енді қараймыз. Мысалға бұл жерде 4-ші орбита дейді, 2-ші дейді, орнына не істейміз? Жай ғана қоя салады екенбіз, иә. Мысалға нені табайық? 4 таба салайық, допустим. Ол деген E1 яғни 4-тің квадраты бола салады. Сонда 13,6 электровольтты біз 4-тің квадратына бөлеміз. Ол деген сөз. Так, 4-тің квадраты 16 ғой, 0,85 болады деген сөз. 0,85 электровольт, минус нәрде. Тура солай екіншісін таба саламыз деген сөз. Екінші ол бізде тоже E1-ді келеміз де 2-нің квадратына бөлеміз. Сонда 13,6-ны келеміз де біз 4-ке бөледі екенбіз. Ол жерде бізде қанша шығады? Так, 3-те 4 шығады екен, ровно. Ана. Минус қой енді. Енді келеміз де, сонда біз H бөлінген лямбда дейміз де, дельта E-ні табу үшін мынау 0,85 электровольттан азайтамыз, минус мынау минус 3-те 4 электровольтты. Сонда бізде неше шығады? Минус 0,85. Так. 2-де 55 электровольт шығады деген сөз. Үстемізді бағанағы алдыңғы 70-ті шығарған сияқты лямбданы табу үшін істейміз. H-ны келемізді осы энергияның өзгерісіне бөле салады екенбіз. Түсінікті ғой? Енді бірлесін жасайын, 19-да 89 мына екеуін көшсең H-ға так дәрежесі минус 34 плюс 8 минус 26 болады. И астында 2-де 55 и электровольтта айналдырамыз 1-де 6, оның минус 19 дәрежесі депші. И есептей салайық. 89 бөлу 2-де 55 бөлу 1-де 6 дейміз, мін шығып тұр. 485 приблизительно нұсқасы. Осылай шығарып кете бересіздер. Так, енді мынандай бір сұрақтар талдап саяқ бұл орда. Так, оптикалық диапазонда жұмыс істейтін лазер қондырғысын алғаш іске қосқан ғалым, ол бізде мейман. Так, лазер қондырғысы қандай құбылыстың негізінде жұмыс істейді? Еріксіз сәулелену дейміз нұсқасы. Лазерлік сәулеленудің негізгі ерекшеліктеріне жатпайды. Не ол бізде? Ол сәулелердің аса үлкен шашырандылығы бізде жатпайды. Қалғаннан барлығы келеді. Жоғары дәрежедегі когеренттілік, монохроматтылық, шоқтың қатаң бағытталуы, сәулелердің аса қуаттылығы. Только келмейтін ол бізде сәулелердің аса үлкен шашырандылығы дейді екенбіз. Енді тәжірибе жүзінде лазерлерді шығару үшін қанша энергетикалық деңгейлер қолданылады? 3 деңгейлі энергетикалық деңгейлер қолданылады. Ол бізде қозған, метатұрақты және негізгі дейміз де нұсқасын белгілейміз мына жерде. Так, енді заттар атомдарының қандай күйлерінің бар болуы лазер жасауға мүмкіндік береді? Ол метатұрақты күй. Ал енді рубинді лазерді толтыру процесі үшін нені қолданамыз біз? Ол ксенон шамы дейді екенбіз. Дәл осылай бүгін нұсқа талдауды аяқтаймыз. Алдағы уақытта тағы да атомдық физикаға видеолар шығатын болады.